Сәлем достар, бүгін сүтті қыз тортын бірге жасайық, яғни молочная девочка. Ең алдымен жұмыртқамызға сгущенкамызды салып, миксердің көмегімен ең жай жылдамдықпен бастап айналдырамыз. Және массамыз осылай 2-3 есе ұлғаю қажет. Сары майымызды саламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы тез жасалатын рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Және ұнымызға қопсытқышымызды салып, осылай 2-3 бөлікке бөліп, салып отырамыз. Осылай лопатканың көмегімен жиектерін түсіреміз. Достар, менде форма 21 диаметр, және де осылай пергаментті форманың көлеміне қарай кесіп аламыз. Және осы әдіспен сіздер де жасасаңыздар, сіздердің де кождарыңыз домалақ болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Пергаменттің артық жерлерін қайшымен қиып тастаймыз. Осылай барлық пергаментті осы әдіспен жасап аламыз. Және массамызды бірдей бөлікке бөліп, осы пергаменттердің бетіне салып шығамыз. Лопатканың көмегімен тегістеп, жайып шығамыз. Және де пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170-180 градусқа 5-7 минутқа сарғайғанша пісіріп аламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Өткені өте пайдалы ақпараттармен, рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Осылай лопатканың көмегімен тегістеп, жайып шығамыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді торт шығады. Осылай барлық массаларды жайып шығамыз. Бізде осындай сарғайған, әдемі корждар шығады. Енді кремін жасаймыз. Салқындатылған сливки құямыз. Творожный масса саламыз, яғни чиз крем, креметті және қант саламыз. Осы үшеуін араластырамыз. Бізде бір келкі масса шығу керек. Достар, менің каналымдағы пайдалы рецептермен достарыңызбен, туған туысқандарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Осылай лопатканың көмегімен жиектерін түсіріп аламыз. Бізде бір келкі крем шығу керек. Бізде міне крем шықты, өте әдемі. Енді тортымызды жинаймыз. Осылай астына кішкене крем жағып, корждарымызды салып, осылай форманың ішіне жинасаңыздар, өте жақсы болады. Осылай кремдерді бірдей бөлікке бөліп, корждардың ортасына осылай жағып шығамыз. Достар, торттың сыртына өздеріңіз қалаған кремді дайындап, жағып, өздеріңіз қалаған оформление жасауға болады. Шоколадтармен оформление жасап ұсынсаңыздар болады. Достар, жасап көріңіздер,